Алматы қаласында бірнеше үндістандық азамат қала тұрғынын соққыға жығып, полицияға арыз берген. Оқиға орнынан тілшіміз. Біз туристпіз. Мына кісіні қала аумағында бірнеше адреске тасуға жалдап алғанбыз. Қазақ деген әлемдегі ең қонақжай халық. Үйден тамақ ішіп кетпейінше жібермеймін деп үйіне әкелді. Япшымайттарды қонағым деп сыйлап үйге әкелгенмін ғой. Бізде турист көрсе болды, кейбір таксисттер максималды қадап ақшасын алдап алып қояды ғой. Соның кесірінен бізге туристер келгісі келмейді. Қазақстанның туризміне бір қосқан үлесім болсын деп, олар ағылшынша сөйлейді екен. Ағылшынша қақпаймыз ғой біз. Мектепте камчуза блокнот қана естіген, сонымен го ням деп үйге әкелдім. Қатын мош deyіп өлтіріп қуырдақ істеп қойды сиырдың етінен. Индиядан келген қонақтар той болды от души. Қалай екен қуырдақ десем, гуд деп мәз жаңағыда. Сонымен балконға шығып темекі шегейік деп через кухняға шығып бара жатқанбыз ғой. Қатын кухняда сиырдың басын бұзып жатыр екен, қонақтарға миын берейін деп. Соны көріп Митхун Чакрабортилар деп шыңғырып берді. Содан хайвай төбелес милиция келіп ойбай бұл яптыгіттер тигізбей ұратын шығар десем, кәдімгідей беттен ампыл-дампыл орып атқандай. Сөйтсем бұл япсаматтарда сиырдың еті киелі жануар екен ғой, бұлар сиырды адамнан қатты сыйлайды екен. Қақтан білейік, сиырдың еті деп айтуын айттым, бірақ ағылшыншасын білмегендіктен ғой осының бәрі. Қазақ айтады, өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметті дейді. Осындай непоняткілер болып қалуы мүмкін да енді. Жаңа кешірім сұрасып достасып кеттік әйтеуір. Айналайындар, өзге ұлттың адамдардан ренжітпей, қонақтар ғой олар деген. Көкелерім, сендер де әйтеуір жаңағыдай құтырып кетпеңдер, қонақжай екен деп қазақта. Өйтіп құтыра беретін болсаңдар, түрік үйлеріңді бастарыңа кигізіп жібереді. Көкелерім, айналайын, молодец. Мынау семьямызбен қалан инглиш дегенге жазылайын деп отырмыз. Бүкіл семьямызбен мультфильм қарап отырып, ағылшынды сөйлеп үйретеді екен солар. Бағасызда абарзан екен. Өйтпесек не болды мынау? Біреудің киелі деп табынып жүрген жануардың өзіне жегіп жіберіп масқара болып отқан жоқпыз ба құрсын. Полина Презент Симпылова, Фариза Форекзампылова, ПТК арнасы.